Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті білім алушылар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз ыстыққа төзімді композициялық материалдар. Бұл сабақ материалтану пәні бойынша өткізіледі. Енді сіздер білесіздер, қазіргі кезде жаңа материалдардың бірі болып композициялық материалдарды санауға болады. Сабақтың мақсаты осы сіздерді ыстыққа төзімді композициялық материалдардың түрлерімен, олардың қасиеттерімен таныстыру. Оған жету үшін, мақсатқа жету үшін сіздер ыстыққа композициялық материалдардың түрлері, олардың салыстырмалы сипаттамалары, яғни сипаттамаларына олардың физикалық, механикалық қасиеттері, алу жолдары кіреді. Келесі слайдта осы енді отқа төзімді материалдар негізі жоғары ұзақ уақыт төтеп беру қасиетіне ие болады. Мысалы, отқа төзімділік температурасы градуспен өлшенеді. Отқа төзімді материалдар енді аса жоғары отқа төзімді болып бөлінеді. Өте жоғары отқа төзімді, оның шегі 2000-3000 градус шамасында. Жоғары отқа төзімді 1770-2000 градус. Отқа төзімді 1580-1770 градус. Қиын балқитын және жеңіл балқитын болып бөлінеді. Енді негізгі бөліну көрдіңіздер, мінекей температураға байланысты бөлінеді екен. Мысалы 3000 градус енді ол өте жоғары температура. Мысалы кәдімгі цемент 1580-ден бастап балқи бастайды. 3000-да ол темір, жаңағы басқа да рудалы материалдар, тау жыныстар балқиды. Ыстыққа төзімділік дегеніміз не? Бұл материалдың температура өзгерісінен болатын кернеулерге қирамай төзу қасиеті. Енді ыстыққа төзімділік келесі факторларға негізінен анықталады. Ол бірінші, материалдың термиялық ұлғаю коэффициенті бойынша, материалдың жылу өткізгіштігі, материалдың серпімділік қасиеті және бұйымның формасы және өлшеміне байланысты. Енді ыстыққа төзімділік немен өлшенеді? Біріншіден оның толығымен және немесе бөліктерінің қирануына дейінгі жылыту және суыту циклы. То есть, мысалы, аязға төзімділікте циклмен өлшенесе, ыстыққа төзімділікте циклмен өлшенеді. Көрдіңіздер ме? Айырмашылығы тек қана температурасында. Екіншісі, ол жарықтар пайда болатын температуралық градиентпен өлшенеді. Мысалы, кірпішті аламыз, кірпішті қоямыз пештің ішіне, сол жерде температураны көтере береміз. Сол көтере максималды, мысалы, қашан жарықша пайда болады, трещина, сол кезде сол температураны біз өзімізге жазып қоямыз да, соның градиенті болып есептеледі. Енді қолдануына байланысты, енді қолдану оның түрі көп. Металлургия, химия, мұнай өнеркәсібінде қолданылады. Авиациялық техника өндірісінде, ғарыштық техника өндірісінде, құрылыс материалдар өндірісінде жоғары температура агрегаттарда жылу және техникадан қорғау үшін пайдаланылады. Енді сіздер құрылысшы болғандықтан бұл жерде айтып кететін нәрсе соңғы пунктте, төртінші. Мысалы, пештер бар. Құрылыс өндірісіндегі зауыттарда пеш. Қандай пеш? Мысалы, кірпішті күйдіретін пештер. Соның іші футировкалану керек. Отқа төзімді кәдімгі кірпіш емес, шамоттық кірпіштер болады. Өзінің құрамына отқа төзімді материалдар қосылады. Сондықтан осындай жерде біз ыстыққа төзімді материалдарды қолдануымыз керек. Пештің іші от жалын тиетін жерлерді қаптауымыз керек, ішкі бетін. Яғни отқа төзімді кірпіштермен немесе басқа да шамотты материалдармен. Келесі слайдта осы отқа төзімді материалдардың негізгі сипаттамалары. Жаңа біз сабақтың барысында қарастырдық. Негізі қасиеттеріне 3 тәулік беріктікті жатқызамыз, яғни оның беріктігі 50-70 мегапаскаль болады. Отқа төзімділігі 1700-1800 градус. Кернеу өзінің деформациясы, температура деформациясы 1500-1600 градус. Ыстыққа төзімділік 40-50 циклмен өлшенеді. Енді көмірді текті пластиктер, бұл
полимерлік композициялық материалдарға жатады. Мысалы, олар целлюлоза, акронитрил қолданылады олар жасау үшін. Сонымен қатар оның жоғары төзімділігін бұл жоғары төзімді ыстыққа төзімді материал болып жатады. Неге? Өйткені оның матрицасы көмір графитті материалдардан дайындалады. Яғни көмір пластиктің шыны пластикке қарағанда тығыздығы төмен және серпімділік модулі жоғары болады. Және жеңіл әрі берік материал болып саналады. Енді көмір пластиктің углеродный пластик деп атаймыз. Оларды мысалы машиналарда, колодкілерде қолдануға болады, тежеу колодкілер мысалы. Авиацияда, зымыран құрылысында, ғарыштық кемелерде, электротермиялық қондырғыларда біз осындай жаңа түрдегі материалдарды қолдануға болатын. Сіздерге мына слайдта көрсетіп отырмын. Қысқаша осы біздің бүгінгі сабағымыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.